Фильм әлемдегі ең таң қалдыратын ғажайыптардың бірі ұлы Қытай қорғанының айналасында өтеді. Ол 9000 шақырымға созылады және оны салуға 1700 жылдан астам уақыт қажет болды. Қабырға әр түрлі белгілі және белгісіз қауіптерден қорғайды дейді. Бүгін біз ұлы қабырға атты фильмге шолу жасайтын боламыз. Сіздермен бірге біз қысқаша шолу арнасы. Фильм еуропалық жалдамалы әскерлерден басталады. Вильям Гарин және Перо бір топ ер адамдармен бірге шөл далада жүреді. Өкінішке орай, кейбір қарақшылар олардың аумағына кіру үшін оларды қуады. Сондықтан олар тез арада үңгірге тығылады. Уильям мен оның әскерлері 6 айдан астам уақыт бойы Қытайды аралап, сиқырлы қара ұнтақ іздеді. Ұнтақ ауаны отқа айналдырады және бір уақытта ондаған адамды өлтіреді деп саналады. Бұл әркім армандайтын қару. Уильям мен оның командасы 20-дан астам адамнан айырылды. Ол миссиядан бас тартып, үйге оралуды талап етеді, бірақ Уильям олардың бастаған ісін аяқтауға бел буады. Олар қалғандарын түгендеп, қажетсіз деп санайтын кез келген нәрсені, соның ішінде ауыр магнитті тастайды. Алайда Уильям оны сақтауды шешеді, өйткені одан компас жасауға болады. Кенеттен топ біртүрлі дыбыстарды естиді және оларға жұмбақ, жаратылыс шабуыл жасайды. Бірнеше ер адам аяқталды, бірақ Уильям құбыжықты батыл өлтіріп, оның қолын кесіп тастады. Содан кейін ол кесілген қолын өзімен бірге алып жүруді шешеді, оны кейінірек біреу анықтай алады деп үміттенеді. Олар ұлы қабырғаға саяхатын жалғастыра отырып, топ Уильям мен Пероға дейін қысқарады. Көп ұзамай оларды қытайлық көптеген жебелері қарсы алады. Таңдау жоқ, екі еуропалық бірден бас тартады. Ішке кіргенде олар құбыжықтың қолын көрсетеді. Мұны көрген сарбаздар аң-таң болып, бастықтарын ескертуге асығады. Генерал Шау, стратег Ван және командир Лин. Ол таңқаларлықтай ағылшын тілінде сөйлейді. Генерал Шау құбыжықтың оларға 2 күн бұрын тауларда шабуыл жасағанын білгенде таң қалады. Оның шығу тегі туралы бәрі білетін сияқты. Уильям сонымен бірге оның сапарының себебі туралы өтірік айтады. Ол сауда жасауға келгенін. Лин оған сенбейді, бірақ стратег Ван командирге тұтқындарды тірі қалдыруға кеңес береді, өйткені олар қорқынышты құбыжықты жалғыз өлтірді. Олардың әңгімесі сарбаздар жүгіріп келіп, қабырғаға тағы бірнеше тіршілік иелері көрініп тұрғанын айтқан кезде үзіледі. Уақытты жоғалтпай, генерал өз әскерлерін, соның ішінде жаяу әскерді, садақшыларды және Лин бастаған крандар корпусын жинайды. Олардың барлығы қабырғаның жоғарғы жағына шығады, ал Уильям мен Перо әлі де тұтқында. Ақырында құбыжық шын мәнінде Тау-Тей екені анықталды және олар 9 күннен кейін ғана шабуыл жасайды деп күтілген. Көп ұзамай мыңдаған құбыжықтар қабырғаға қарай жүгіре бастайды. Бұл сарбаздарды шабуылға итермелейді. Лин мен оның сарбаздары арқанға ілініп, соғыс алаңына түседі, ал басқа сарбаздар жанып жатқан тастар мен жебелерді тіршілік иелеріне қарай ұшырады. Сонымен қатар Уильям мен Тавар қанды шайқасты бақылап, өз өмірлері үшін алаңдай бастайды. Олар көмек сұрағанда, олардың арасында Баллард есімді тағы бір еуропалықты байқайды. Көп ұзамай құбыжықтар патшайымы өзін ашады, ал генерал Шау өз әскеріне оған шабуыл жасауды бұйырады. Бір құбыжық шыңға жетіп, қол жеткізе алатындардың бәрін өлтіре бастайды. Осыдан кейін олар қабырғадағы тіршілік иесін және төменде тағы бірнеше адамды патшайым шабуылды тоқтатып, шегінгенше шебер өлтіреді. Бұл Уильям мен Перо генерал Шауының құрметіне ие болады және ол оларға тұтқындар емес, қонақтар ретінде қалуға мүмкіндік береді. Алайда Шау құбыжықтар дамып күшті және ақылды бола бастады деп алаңдайды. Келесі көріністе Уильям мен Перо ақыры Баллардпен сөйлесіп үлгерді, ал соңғысы Қытайға 25 жыл бұрын қара ұнтақ іздеп келгені анықталды. Алайда тұтқынға алынғаннан кейін ол қытайлармен бостандыққа айырбастау үшін оларға ағылшын және латын тілдерін үйрету туралы келісімге қол қойды. Түнде Уильям мен Перо орденмен марапатталады. Онда Уильям өзінің садақ ату шеберлігін барлық қатысушылардың қуанышына бөлейді. Ол сонымен бірге Линмен танысады және олардың бірдей екенін біледі. Екеуі де өте жас кезінде әскерге жіберілген. Алайда Лин басқаша ойлайды және оны арқанға іліп қою арқылы қалай күресетінін көрсету үшін өзімен бірге алып кетеді. Ол оған сенім туралы айтады және бұл армияда олар тек тамақ пен ақша үшін күреспейтінін түсіндіреді. Олар өз өмірлерін басқа нәрсеге береді. Олар бір-біріне сенеді. Барлық жағынан, барлық уақытта. Содан кейін ол Уильямды секіруге тырысады, бірақ ол оған жеткілікті түрде сенбейді. Осылайша олардың бірдей емес екенін дәлелдейді. Сол түні Баллард Уильяммен және Перомен жасырын түрде кездесіп, оларға стратег Ванның қорларынан ұрланған қара мылтықты көрсетеді.
Оның айтуынша Тау Тай жақын арада шайқасқа оралады және бұл олардың қашып кетуіне тамаша уақыт болады. Содан кейін Уильям мен Перо Вангпен өздерімен бірге алып келген магниттік тас туралы сөйлеседі. Ғылым туралы көп білетін соңғысы тас оларға Дау Теймен күресуге көмектесуі мүмкін деп санайды. Осыдан кейін Ван оларға Дау Тей туралы аңызды айтады. 200 ғасыр бұрын ашкөздіктен бас тартқан император өмір сүрген екен. Ол мыңдаған адамдарды алдап, апат басталғанға дейін бұл аймақты қорқытты. Аспан метеорит жіберді, ол Гугу тауына соғылып, оны жасыл түске бояп Тау Тайды босатты. Содан бері бұл құбыжықтар Қытайдың солтүстігіне шабуыл жасау үшін әр 60 жыл сайын көтеріліп келеді. Тау Тай барлық тірілерді немесе өлілерді жеп, патшайымына тамақ әкеледі. Олар беретін тағамның арқасында ғана ол көбейе алады. 2 миллион халқы бар Астана небәрі 400 шақырымда орналасқан, және егер Тау Тай бір кездері сонша азық-түлік ала алса, әлемнің бірде-бір бұрышы қауіпсіз болмайды. Көп ұзамай Тау Тай тағы да қабырғаға жақын сарбаздарға шабуыл жасайды, ал шайқаста генерал Шао өліммен жараланады. Ол қайтыс болғанға дейін Линді атаусыз бұйрықтың қолбасшысы етіп тағайындайды. Кейінірек генерал Лин 900 жылдық есепті астанасы Бианляннан алады. Онда магниттік тастарды Тау Тайды қорқыту тәсілі ретінде қолдану егжей-тегжейлі сипатталған. Магнит құбыжықтарды саңырау етеді және олар патшайымның сигналдарын қабылдай алмайды. Бұл олардың қатып қалуына әкеледі. Бұл теорияны сынау үшін Уильям құбыжықтардың бірін эвтанизациялау арқылы ұстап алуды ұсынады. Келесі күні таңертең сарбаздар қалың тұманның ортасында Тау Таймен тағы бір шайқасқа жиналады. Қашу жоспарына қарамастан, Уильям қалуға Ленге көмектесуге бел буады. Осыған байланысты балалар оны осында қалдыруды ұсынады, бірақ Перо досын тастап кетуден бас тартады. Сонымен қатар сарбаздар құбыжықты қабырғадан ұстай алмайды, сондықтан Уильям тізбектен түсуді шешеді. Ол біреуін ұстап алады, бірақ оның хабарынсыз жақын жерде тағы бір құбыжық жасырынып жүр. Бақытымызға орай, өнім соңғы сәтте пісіп, оны құтқарды. Көп ұзамай екеуіне де шабуыл жасалады, бірақ Лин қара мылтықтан жасалған зымырандарды пайдаланады. Нәтижесінде кейбір құбыжықтар жарылып кетеді. Осының арқасында еуропалықтар құтқарылды және миссия сәтті өтті. Уильям сауығып кеткеннен кейін Лин онымен қара ынтақты талқылап, оны қабырғаның жақсы қорғалған құпиясы деп атайды. Ол оны жойқын әлеуетіне байланысты ешқашан қолдануға болмайтын қорқынышты қару деп атайды. Кейінірек сарбаздар магнит теориясын тексереді және оны құбыжықты қолға үйрету үшін қолдануға болатындығы расталады. Содан кейін лейтенант аңды императордың бұйрығына сәйкес императорға барады. Осы уақытта Уильям Пероға алғыс айту үшін барады, бірақ ол оған қара мылтықты ұрлау мақсатқа үшін сөгіс береді. Ол Уильямға өзінің ұры, өтірікші және өлтіруші екенін еске салады. Ол ешқашан ізгі адам бола алмайды. Келесі көріністе сарбаздар қабырғаның түбінде қандайда бір белсенділікті табады. Олар барлауға асығып бара жатқанда, олар құбыжықтар жасаған үлкен тесікті табады. Қазір олар Елордаға барар жолда. Осы уақытта Перо мен балалар қабырғаларда жасырылған қара ұнтақты табады. Сарбаздар бос емес кезде, олар оның бір бөлігін мылтықтың көп бөлігі сақталған бөлмеге есікті жару үшін пайдаланады. Дүрбелең Уильямның назарын аударады және ол екеуінің ұнтақты ұрламақ болғанын анықтайды. Ол оларды тоқтатуға көндіреді, бірақ олар бас тартады және қашып кетпес бұрын оны нокаутқа жібереді. Екінші жағынан, Лин императорды қорғау үшін Бианлянға әуе шарларымен баруды шешеді. Алайда олар сапарға шықпас бұрын, ол Перо мен балалардың сатқындығы туралы біледі. Ашуланған ол Уильямды осы екеуімен ынтымақтастықта деп айыптайды. Егер ол генерал болмаса, оны өзі өлтірер еді. Мұның бәріне куә болған жас сарбаз алға шығып, Уильямның қалған екеуінің ұнтақты қабылдауына жол бермеуге тырысқанын айтады. Алайда Лин өз әскерлерімен бірге Астанаға барар алдында Уильямды түрмеге жабады. Ол сондай-ақ Перо мен балаларға атты әскер жібереді. Сонымен қатар екеуі шөл далада келе жатқанда балалар Пероға опасыздық жасайды және оны қарғыс атқан күйінде қалдырады. Бірінен соң бірі сарбаздар қалаға әуе шарлармен барды. Уильям да босатылып, өз әлеміне оралып, оларға қауіп төніп тұрғанын ескертеді. Алайда ол кетуден бас тартады және оның орнына құбыжықтармен күресуді шешеді. Ол әлемді құтқарудың жалғыз жолы патшайымды өлтіру екенін білгенде, ол әуе шарына мініп Астанаға барады. Басқа жерде балалар қарақшылардың қолына түсіп кепілге алынады. Түнде олар оның заттарын қазып жатқанда, олар кездейсоқ қара мылтықты өртеп жіберді. Өкінішке орай олар үшін ұнтақ бірден жарылып, барлығын сол жерде өлтіреді. Осы уақытта Перо Лин жіберген атты әскерге түседі.
Астанада құбыжықпен тәжірибе жасай отырып, жас аңғал император магниттік тасты 1 секундқа алып тастап, тау-тайды оятуға мәжбүр етеді. Ақыр соңында ол жағдайды бақылауға алады, бірақ ол кезде тым кеш. Көзді ашып жұмғанша қаланың көп бөлігі өлімге әкелетін жәндіктерден қирап қалады. Лин және оның тобы әуе шарларын қала үстінде тау-тиімен күресу үшін пайдаланады, бірақ шарлар жыпылықтай бастайды, кейбір сарбаздарды тікелей өлімге жібереді. Уильям оны құтқару үшін уақытында келгенге дейін Лин дәл осындай тағдырға тап болады. Қайта топтасып, олар патшайымды мыңдаған тау-тай қоршап тұрғанын байқайды. Келесі көріністе Лин және басқалары императормен кездесіп, патшайымды өлтіру үшін тұтқынға алынған тау-тайды пайдалану жоспарын ұсынады. Император келіседі және оларды зындандағы аңға бағыттайды. Онда сарбаздар аңды жарылғыш заттармен байлап, патшайымға апару үшін оны етпен тамақтандырады. Олар қиындықтардан аулақ болу үшін жер асты арнасынан өтуге тырысады, бірақ кенеттен тау-тай пайда болады. Уақыт аяқталғанда жас жауынгер өзін жанқиярлықпен құрбан етеді, осылайша басқаларға миссияны жалғастыруға мүмкіндік береді. Содан кейін Уильям, Лин және Ван мұнараға кіріп, тұтқынға алынған тау-тайды абайлап босатады. Ол басқа құбыжықтарға қосылғанда, Уильям мен Лин патшайымды жою үшін мұнараға көтеріледі, ал Ван төменде күзетте тұр. Уильям жоғарыдан жақсы көздейді және зымырандарды патшайымға жібереді, оны қалың қабыршақтары бар үлкен аңдар жауып. Ақыр соңында жануарлар мұнараға шабуыл жасай бастайды. Төменде тұрған Ван Линді өлтірер алдында магнитті лақтырады. Біраз уақыт қалғанда Уильямның ойына идея келеді. Магнит тіршілік иелерін қозғалыссыз ететіндіктен, оны патшайымды оқшаулау үшін қолданғысы келеді. Сонымен ол тасты оның жағына лақтырады. Сонымен бірге Лин зымыранды ұшырады. Жоспар іске қосылып, зымыран ақыры патшайымның қауіпсіздік жүйесін бұзып, жарылып, патшайымды жойып жібереді. Демек, тау-тайдың қалған бөлігі өледі. Бұл соғысты тоқтатады. Олардың барлығы қабырғаға оралғаннан кейін Лин аймақтық генералға көтеріледі. Сонымен қатар Уильямға сыйақы ретінде көптеген қара ұнтақ берілуі керек. Алайда оның орнына ол досы Пероны құтқаруды шешеді. Олар татуласады және Линмен қоштасқаннан кейін үйге қорғаныс үшін отрядпен барады.